Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен крипто базар. Бүгін біз биткоин, эфир және де басқа да альткоиндарға глобальный анализ қарап көретін боламыз. Бұл жерде айтылатын тек қана мен өзімнің ойым, ешқандай финанстық кеңес емес. Жай ғана өз ойымды айтатын боламын. Осыған дейін крипторынокта қандай жағдайлар болды, болашақта біз қандай жағдайлар күту деген нәрсеге. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып, қоңырауды басып қойып ұмытпаңыздар. Ең бірінші биткоиннен бастайтын болсақ, биткоинда апталық таймфрейммен қарайтын болсақ, бізде 2023 жылға басталған, көргендеріңіздей бычий тренд болған. Бычий тренд өкінішке орай бізде аяқталды деп айтуға болады. Неге? Себебі бізде соңғы лойды дәл қазір биткоин төменге қарай кетті. Яғни бізде соңғы лой $81,000 болатын болса, сол зонадан биткоин төмен өтіп, астынан көргендеріңіздей тест жасап, өкінішке орай жоғары қарай кете алмады. Неге? Бычий тренд аяқталды деп айтуға болады. Себебі көргендеріңіздей дәл осы жағдай $82,000 жоғары қарай биткоин кете алмады, керісінше төменнен тестировать етіп, ары қарай төменге қарай кетті деп айтуға болады. Бізде глобальный ең басынан қарайтын болсақ, бізде осылай көргендеріңіздей воронкаға ұқсас жағдай. Яғни биткоиннің келесі ең төменгі нүктесі бізде $32,000-$30,000 арасында болу керек. Солай болады ма деген сұраққа, биткоин дәл қазір бізге 2021 жылы қойылған хайлары поддержка ретінде бізге дәл қазір жақсы көмектесіп тұр деп айтуға болады. Көргендеріңіздей дәл қазір бізде биткоин $62,000, яғни ең 21 жылға қойылған хайлары $62,000 мен $67,000 арасы дәл қазір бізге зона поддержка ретінде ұстап тұр биткоинді. Бұл жерден биткоин төмен қарай кететін болса, вероятность бар, $32,000, $33,000 түсуі мүмкін. Бірақ менің ойымша, он қатты төмен кетпеуі мүмкін. Яғни осы көргендеріңіздей келесі поддержка, ең мықты поддержкалардың бірі бұл шынымен де $32,000 екен. Бізде оның алдында бізде осы жерде бар деп айтуға болады, яғни $47,000. Биткоин 50, 47, 45 мың, тіпті $32,000 дейін ары қарай төмен кетуі мүмкін. Неге? Жаңағыдай ең төменгі қайты бізде бычий трендте ұстап қалмай, бізде слом болды. Осы жерде структура сынды деп айтуға болады. Яғни енді біз төмен қарай кету вероятность өте көп. Дәл қазір енді күндік таймфреймге өтіп, қарап көруге болады жақынырақ. Күндік таймфреймге қарайтын болсақ, дәл қазір жаңа айтқандай $62,000 мен $60,000 арасындағы поддержкада тұр. Бізде $82,000 жоғарғы уровень, яғни біз $82,000 жоғары шығып, $82,000 үстінде биткоиннің бағасы закреп болатын болса, бізде ары қарай циклдың бычий болуына вероятность өте көп. Яғни биткоин ары қарай шынымен де жақсы өсім көрсетуі мүмкін. Ал екінші сценарий бізде $60,000 төмен түсіп, $60,000 астына закреп болады. Ол закреп деген, мысал қараңыздар, ол күндікте емес, негізінде неделькада, яғни үлкен таймфреймде қараған дұрыс закрепті. Яғни біз күндікте ол сквизбен кіреді, бір күн астында тұрады, қайтып шығып кетеді. Сол себепті де күндік таймфрейммен біз закреп болды деп айта алмаймыз. Яғни біз неделкімен қарауымызға тура келеді. Яғни как минимум 2 апта, 2 недельный свеча бізде төменде болу керек. Сол кезде ғана біз төменге закрепиться етілдік деп айтуға болады. Яғни недельный таймфрейммен биткоиннің бағасы $60,000 астында закреп болатын болса, бұл жерде бізде өте үлкен вероятность $44,000, $47,000, $50,000 дейін құлауына. Одан ары қарай енді сол кезде көреміз деп айтуға болады. Яғни одан төмен кететін болса, бізде ең төменгі зона ол $28,000 мен $32,000 арасы. Бізде вероятность дәл қазір осы сценарийға өте көп, себебі шынымен де $82,000 бізде алдын тест болды. Өкінішке орай үстіне закреп болмады. Енді тағы да $62,000 тағы да келді. Яғни бірінші бізде $62,000 бір келіп кеткен, сосын $82,000 барды. Енді $62,000 тағы да келді. $82,000 бару вероятностьқа қарағанда, бізде дәл қазір төмен кету вероятності өте жоғары деп айтуға болады. Яғни биткоин бізде шынымен де дәл қазір медвежкаға кетті деп айтуға болады. Яғни бізде келесі биткоиннің дносы $32,000 мен $45,000, $46,000 арасында болуы мүмкін.
одан да төмен кетуі мүмкін. Әрине 15 мың, 20 мың тіпті нөл болуы да мүмкін биткоин. Но оған вероятность өте аз, вероятность дәл қазір бізде дно $32,000. Көп қазір трейдерлер болсын, инвесторлар болсын, дно $32,000 деп ойлап отыр. Мүмкін оған да келмейді, мүмкін $42,000 келеді. Одан кейін бізде бычий цикл болу үшін қанша уақыт керек деген ең бірінші сұрақ. Өкінішке орай, бұл $42,000 мен $47,000 арасында биткоин өте ұзақ уақыт тұрып болуы мүмкін, яғни тіпті 1 жылға дейін осы арада тұрып қалуы мүмкін. Ну, осылай. Яғни 2027 жылдың күзіне дейін осы араларда тұруы мүмкін. Содан кейін ғана биткоин жоғарыға кетуі мүмкін. Әрине, бұл барлығы дәл қазір белгісіз. Осындай болуы мүмкін, себебі историяға қарайтын болсақ, всегда сондай. Биткоин өзінің дносын біз осы жерде алатын болсақ, 18,000 мен $15,000 арасы деп алатын болсақ, көргендеріңіздей, бұл жерде 398 күн бойы болған биткоин. Одан кейін ғана жоғары қарай тренд басталған деп айтуға болады. Биткоинда дәл қазір осы жағдай эфирде. Но эфирде де былай шыққан кезде соған ұқсас жағдай деп айтуға болады. Біз неделькамен қарайтын болсақ, ең бірінші көргендеріңіздей эфирде өкінішке орай тіпті бычий трендтің өзі көрінбейді. Не сияқты? Как будто просто осы зонада сатылымда жүрген сияқты. Фибоначчимен қарайтын болсақ, көргендеріңіздей бізде эфирде осы циклда бычий тренд былай шыққанда болмаған сияқты. Бізде қазір уровеньдер қарайтын болсақ, бізде ең төменгі уровень ол, ең төменгі деп айтуға болатын уровень ол $1,100 бен $1,200 арасы деп айтуға болады. Яғни эфир $1,100 бен $1,200 арасына келу вероятности өте көп. Әрине биткоин қоятын болса, эфир осы зонаға дейін келуі мүмкін. Одан кейін ол жерде задержка болуы мүмкін, тағы да 1 жылға жақын. Немесе бізде верхний зона эфирде белгісіз, но осы жерде айтуға болады 2,498. Яғни биткоин эфир $2,498 дейін баруы мүмкін. Бұл как раз Фибоначчимен қарайтын болсақ, 0,5 уровень Фибоначчида, яғни пик мен ең төменгі эфирдің нүктесі мен ең жоғарғы нүктесінің ортасында деп айтуға болады. Әрине, ары қарай биткоин өз бычий цикл жалғасатын болса, эфир 7, 8, $10,000 дейін кетуі мүмкін. Дәл қазір ол жайлы әңгіме керек емес деп ойлаймын. Дәл қазір бізде зоналар бар, 2,498 эфирде. Одан кейін көргеніңіздей 3,950-3,950-ден жоғары кеткеннен кейін ғана эфирдің ұрысты жайлы әңгіме айтуға болады. Оған дейін жай ғана бір жерде расторговка деп айтуға болады. Эфирде ешқандай былайша глобально қарағанның өзінде көргендеріңіздей 2023-те ешқандай бычий цикл басталмаған деп айтуға болады. Жай ғана расторговка. Енді total 2 көрсек болады, яғни барлық альткоиндардың капитализациясы биткоинсыз. Бізде ең төменгі нүкте бұл 481 миллиард. Яғни дәл қазір 986 миллиардта тұр барлық альткоиндардың капитализациясы. Яғни альткоиндар дәл қазір 481 миллиардқа дейін құлауы мүмкін. Әрине биткоин болса, осы жерлерде ғана альткоиндар дносы деп айтуға болады. Яғни целом қарай салуға болады. Әр альткоинді бөлек-бөлек қарамай, биткоин қайтын болса, примерно осы зоналарда альткоиндар өздерінің дноларына келді деп айтуға болады. Әрине кейбір альткоиндар тағы да 50% бағасын жоғалтуы мүмкін, кейбір альткоиндар 25% бағасын жоғалтуы мүмкін. Былай айтқанда альткоиндарға қарайтын болсақ, альткоиндар өздерінің дносының айналасында деп айтуға болады. Себебі жаңа айтқандай, кейбір альткоиндар 50% жоғалтуы мүмкін, кейбір альткоиндар 25-30% жоғалтуы мүмкін. 25-30% минус деген альткоиндар үшін қатты көп емес. Себебі кез келген альткоиндар ашып қарайық. AVAX дегенде көргендеріңізде әшейін просто бір үлкен свечамен, бір үлкен свеча төмен алып қараған өзінен неделкамен міне
128%. Яғни альткоиндар бір айдың өзінде 50% минусқа, 50% плюсқа шығуы мүмкін. Альткоиндар үшін 50% плюс, 50% минус деген қатты бір жаңалық деп те айтуға болмайды, деп айтуға болады. Total 2-ға қарайтын болсақ, дәл осы жағдай Total 2-ға, яғни 481 миллиардқа дейін түсуі мүмкін, немесе ары қарай жоғары қарай кететін болса, бізде ең бірінші зона бұл жерде 1,28 триллион, 1,28 триллионнан альткоин Total 2-ның капитализациясы 1,28 триллионнан жоғарыға кетіп үстінде қалған кезде ғана ары қарай альт сезон жайлы айтуға болады деп ойлаймын. Альт сезон болатын болса, әрине бізде Total 2 2,5, 2,6 триллионға дейін өсуі мүмкін. Себебі альткоиндар алдыңғыға қарағанда өте көп. Мысалы, алдын 200-300 альткоин болатын болса, дәл қазір 500-600 альткоин бар. Яғни бұл деген капитализация альткоиндар білесіздер, әр күн сайын жаңа альткоин шығады. Әрине мұсырда бар, жақсы альткоиндар да бар. Тіпті қазірдің өзінде жақсы альткоиндардың өзі ешқандай рост көрсетіп жатқан жоқ деп ойлаймын. Альткоиндар дәл осы, мысалы бізде осыған дейін Ignalerde кішкене рост болды. Көргендеріңіздей бұл рост көрінбейді. Апталық таймфрейммен қараған кезде. Ignalere былай қарасақ, көргендеріңіздей пикында 1x-қа дейін берді, ең төменгі бағадан. Ал үлкен картинадан қарайтын болсақ, бұл ешқандай Ignalere үшін ешқандай да өсім емес. Ignalere осы жерде ғана Ignalerді ары қарай кетеді деп айтуға болады. Яғни 0,76 доллардан жоғары қарай шыққан кезде ғана Ignalerді қандай да бір рост басталды деп айтуға болады. Медиа циклдың өзінде Ignalere осы уақытқа дейін осы жерлерге дейін келуі мүмкін. Бұл былайша айтқан кезде бүкіл крипторынок үшін ешқандай ауа райын өзгертпейді деп айтуға болады. Яғни Ignalere осы жерде 1x берді, 2x берді, ол медиа циклдың ішінде де болатын нәрсе. Wellcoin жақсы өсім көрсетті. Бұл менің монеталарымның арасынан көргендеріңіздей 217%, яғни 2x. Оған дейін медиашканың өзінде Ignalere көргендеріңізде 155%, 180% ондай өсімдер бола береді. Кез келген альткоиндарда, тіпті медиа циклда да 2x, 3x-қа дейін өсім болуы мүмкін. Мысалға, Berachain өте қатты құлады. Berachain бізде осы жерде ең жақсы өсім осы жерде болған. Барлығы альткоиндар құлап жатқан кезде Berachain бізге 238% өсіп берген, яғни 2,5x. Дәл қазір өте қатты құлады. Кез келген уақытта Berachain тіпті осы жерлерге дейін қайтып өсуі мүмкін. Бұл жерде альткоиндар кез келген уақытта 2-3x беріп, обратно қайтып кете салады деп айтуға болады. Қазір мықты альткоинлер. Мен ойымша Hyperliquidтан басқа альткоинді айту өте қиын. Hyperliquid шынымен де өте мықты. Осы циклдағы өте мықты альткоиндардың бірі, себебі барлығы рынок медвежка кезінде Hyperliquid тек қана өсті деп айтуға болады. Недельный таймфрейммен қараған өзінде барлығы почти жасыл свеча деп айтуға болады. Кез келген альткоиндар, яғни медвежка циклының өзінде жақсы өсімдер көрсетуі мүмкін. Тіпті биткоин 47,000-48,000 долларға дейін барған күннің өзінде кейбір альткоиндар 2x, 1x-қа дейін беруі мүмкін. Бірақ жаңа айтқандай, дно альткоиндарда уже келіп қалды. Яғни менің өзім минимально 480 миллиард Total 2-дан капитализация көремін. Яғни барлық альткоиндардың капитализациясы 481 миллиардқа түскен кезде, бұл жерде менің ойымша бұл шынымен де дно деп ешқандай ойланбастан айтуға болады. Енді рынок жайлы, рынокта шынымен жағдай нашар деп айтуға болады. Бірақ қазірдің өзінде жай сатып алып бастай беруге болады. Неге? Себебі қараңыздар. Давайте келесі видеода айтамын, бізде неге сатып алу керек, неге сатып алған қазірдің өзінде дұрыс. Былайша айтқан кезде, мысалы қазір 10 долларға 2024 жылға Lidon мысалы 3 доллардан 10 долларға 3 алатын болсаңыздар, қазір Lidon'ы 10 долларға 30-40 штукқа дейін сатып ала аласыздар. Яғни былайша айтқан кезде
90% төмен. 90% скидка деп айтуға болады барлық альткоиндарға дәл қазір. Free audio post-production by alphonic.com